сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 42-ші сабақ. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз мәтін. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Көктем. Көктем келді. Күн жылынып қалды. Біз жаққа жылы жақтан құстар қайта бастады. Олардың бәрі бір мезгілде ұшып келмейді. Ең алдымен ұзақ қарға, олардан кейін қараторғайлар жетеді. Қар еріп болған кезде бозторғайлар ұшып келеді. Өзендердің мұзы ерігенде басқа құстар да келе бастайды. Ал күн жылынғанда бұлбұл мен қарлығаш оралады. Мұхтар Әуезовтің мәтіні екен балалар. Мәтін неліктен көктем деп аталған? Құстар қай жақтан келеді? Ең алдымен қандай құстар ұшып келеді? Осы сұрақтарға жауап беріңдер. Көктем деп аталған себебі мәтін көктем туралы айтылып тұр балалар. Жақсы, келесі екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Құс ұясын, балапандарды қорға. Ұядағы балапанды қолмен ұстауға болмайды. Сөйлемді әдемілеп көшіріп жазыңдар. Үшінші жаттығу: сурет бойынша тірек сөздерді қатыстырып әңгіме құра. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Самат 8 наурыз мерекесіне орай анасына сыйлық алып құттықтады, сыйлық беріп құттықтады деп сөйлем құрасақ болады екен балалар. Балалар, каналға жазылып алыңдар. Сау болыңдар.